Кешкі тамаққа не жасаймын деп ойланып отсаңыз, осы бризоль тағамын жасап көріңіздер. Бір жасағаннан күшті болып шығатын рецепттердің бірі. Рецепті міндетті түрде сақтап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып және де пікір қалдырып кетіңіздер. Ендеше бірге бастайық. Ең алдымен бізге тартылған ет қажет болады. Үстінен пиязымызды саламыз, майдалап туралған, және де тұзымызды саламыз дәміне қарай, қара бұрыш саламыз. Жақсылап араластырамыз. Қыздар, толық рецепт осы описание бөлімде жазылған астындағы. Және де осылай дөңгелектеп әр бөлігін 50 граммнан бөліп аламыз. Немесе таразы болмаса, қолмен, көз мөлшермен жасай берсеңіздер болады. Дөңгелектеп аламыз осылай. Содан соң кез келген ыдысқа бір жұмыртқадан жарып саламыз. Пиала болса пиала, кружка болса кружка, осылай салып шығамыз. Жаңағы дөңгелек шариктерімізді жақсылап араластырамыз. Дәл видеодағындай жасаңыздар, қыздар. Содан соң табамызды қыздырамыз. Бая отта, жай отта пісіретін боламыз. Ештеңке құймайсыздар сковородкаға. Осылай жаңағы дайындалған массамызды жайып, екі жағын қызартып пісіретін боламыз. Осылай теп-тегістеп бір келкетіп жаясыздар. Силиконовый лопатка болса жақсы, қыздар. Содан соң астының піскенін қалай білеміз? Төбесі осылай матовый болады. Сол кезде аудару керек деген сөз. Мінекей, қыздар, осылай аударамыз. Толықтай піссін, асықпаңыздар. Мінекей, екінші жағының піскенін осылай әдемі болып піседі. Міне, қызарып толықтай. Барлығын осылай жасап, кесеге немесе кружкаға осылай жасап, жұмыртқамен барлығын осылай жайып, бір келкі етіп, екі жағын қызартып пісіріп шығасыздар. Қыздар, бұны кез келген 15 жасар қызыңыз болса да жасай алады, қыздар. Кішкентай балада жасай алатын тағам. Өте оңай. Не тамақ дайындаймын деп отсаңыз, осы тамақты міндетті түрде бүгін жасап көріңіздер. Мінекей, қыздар, толықтай бәрін пісіріп болдым. Енді арасына начинкасын жағып көрсетейін сіздерге. Мен мына жерде майонез бен чеснокты жақтым. Сіздер майонез, чеснок, жаңағы жасыл көк шөптерді қосып, басқа да заттарды қосып не қылсаңыз болады. Енді қалауыңыз бойынша. Мен мына жерде огурцы ғана қостым. Сіздер помидор қосып, басқа да начинкалар қоссаңыз болады. Мен балдарымның жейтін начинкасын қостым. Сіздер қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Мінекей, қыздар, гарнирге күріш салдым мен. Сіздер пюре салсаңыздар болады. Пюремен күріш салсаңыздар да болады. Осылай майонез бен кетчуп жақтым. Сіздерді жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.